Машқар Гумеров, жаңа таныстар, әңгіме. Нұртай көшеге шығып жан-жағына қанша қарағанмен таныс балалардан ешкімді кездестіре алмады. Ойнайтын бала жоқ, не істеу керек? Оның көзі жаңадан салынып жатқан үйдің жанындағы жүк көтергіш кранға түсті. Құрылыс маңы көңілді сияқты, онда кісі де көп, машиналардың гүрілі де дамылсыз естіледі. Нұртай шешесінің алысқа ұзама адасып кетесің деген сөзін ұмытып, құрылысқа қарай беттеді. Көктемнің самал желі есіп тұр. Тротуарды жиектей отырғызылған емен, үйеңкі, қарағаш, қайың жапырақтары сыбдыр қағады. Олардың көлеңкесі сылдырап аққан арық суына түсіп тұр. Нұртай осы көрініске көз жіберіп, сәл бөгелді де қайтадан ілгері аяңдады. Аз уақыт өтпей-ақ құрылыс басына келді. Дуалда қызыл матаға жазылған ұрандар бар. Нұртай онда не жазылғанын оқи алмады. Өйткені ол әзірше хат танымайтын. Мұндағының бәрі жұмыс істеп жатыр екен. Біреулері жүк машинасынан кірпіш, құм, тақтай сияқты заттарды түсірсе, біреулері әлде бір ертінді дайындап жатыр. Біреулері кірпіш жеткізіп тұрса, біреулері үйдің қабырғасын қалап жатыр. Нұртайға олардың ешқайсысы назар аудармады. Ол аз уақыт қимылсыз тұрды да бір қара мұртты құрылысшының жанына келді. Нұртайға ол суық жүзді адам тәрізді болып көрінді. Бірақ олай емес екен. Құрылысшы кірпіш алып жатып, оған жылы шыраймен қарады да, «Иә балақай, кел!» деді. Нұртай бұған қуанып қалды. Бірақ не айтарын білмей, «Жәрдем беруге келдің бе?» деді екінші біреу әзілдеп. «Көруге келдім», деді Нұртай аяғымен жер шұқып. «Қалай, біздің жұмысымыз ұнай ма саған?» «Иә», деді Нұртай мұрнын тартып. «Атың кім?» «Мен Нұртаймын». «Әй, Нұртай, сенің үйің қайда?» «Анау жақта». «Әй, сен құрылысты көр де үйіңе қайт, әйтпесе адасып кетесің». «Ағай, біздің үйді де сіз салдыңыз ба?» «Мен емес, мына бәріміз салдық», деді құрылысшы. Сол екі арада қара мұртты құрылысшының жанына кірпіштей үйіліп қалды. «Аға, болыңыз, деді оның қасындағы адам асықтырып. Құрылысшы үйдің қабырғасын қалауға кірісті. Сталген оқымадым. «Әлден соң ол, балақай, осы жерден тура үйіңе қайт, адасып кетіп жүрсің», деді тағы да. Нұртай көп бөгелген жоқ. Көшені жағалап ілгері беттеді. Оңға да бұрылып жүрді, солға да бұрылып жүрді. Үйінен ұзай берді. Бір кезде ол үлкен дүкеннің алдына келіп тоқтаған жүк мәшинесін көрді. Жүк тиеушілер одан кілең бір кішкене велосипедтерді түсіріп жатыр екен. Бұған Нұртай тамашалай қарады. Еңгезердей бір жүк тиеуші одан, «Атың кім?» деп сұрады. «Мен Нұртаймын», деді ол аяғымен жер шұқылап. «Сен велосипед тебуді білесің бе?» «Білемін», деді Нұртай мұрнын тартып. «Кім үйретті?» «Өзім». «Велосипедің бар ма?» «Бар, бірақ үйде». «Онда жақсы екен. Ал, Нұртай, үйің қай жақта?» «Анау жақта», деді Нұртай қолымен ілгері жақты нұсқап. «Қай жақтан келе жатырсың?» «Үйден». «Ендеше үйің кейінгі жақта болса керек еді ғой. Байқап жатырмын. Адасып кетпе». «Ағай, мен велосипедімді де сіз әкелдіңіз бе?» «Мен емес, біз көппіз ғой. Бәріміз әкелген шығармыз», деді жүк тиеуші. Жолдастары асықтыра берген соң ол сөзді қойып қайтадан жұмысқа кірісті. Жәшік толы велосипедті бірақ көтерді. Аздан соң еңгезердей жүк тиеуші, «Әй, Нұртай, үйіңе қайтсаңшы», деді. Нұртай тағы да ілгері беттеді. Оңға да бұрылып жүрді, солға да бұрылып жүрді. Үйінен ұзай берді. Әлден уақытта ол рогаткемен ағаш басындағы торғайды көздеп тұрған бет аузы кір-қожалақ бір баланы көрді. Үсті басы чаң-чаң, өзі бір сотқар бала сияқты. Ол Нұртайға бедірейіп қарап, «Әй, мында кел», деді. «Мен әй емеспін». «Енді кімсің?» «Мен Нұртаймын». «Ал, Нұртай ақ болшы. Мында келші», деді ол тағы да. Нұртай қозғала қоймай соң әлгі бала рогаткасын жерге тастады. Сәл уақыт тесірейе қарап тұрды да Нұртайға қарсы жүрді. Нұртай қорқып кетті. Жүргерейін десе, үйінің қай жақта екенін білмейді. Айналасының бәрі таныс зәулім үйлер. Таныс емес зәулім үйлер. Қайда бармақ? Ол өзінің адасып кеткенін енді ғана түсінді. Сотқар бала шап беріп оны білегінен ұстай алды. Нұртай шырылдай дауыстап жылап жіберді. Осы сәтте қастарына бір милиционер келе қалды. Киімі бойына шап-шақ сондай әдемі. Екі иығында да жып-жылтыр ұзынша келген погоны бар.
Нұртай милиционердің иығындағы погондарға, кетігінің жылтыраған түймелеріне, қызыл жиекті әдемі фуражкасына қызыға қарады. Достар-ау, тәртіп бұзуға болмайды, деді милиционер жылы шыраймен ақырын сөйлеп. Әлгі бала үрейлі пішінмен, тәртіп бұзған мен емес деп зытып отырды. Милиционер ұзап бара жатқан балаға, соңғы кезде сен тәртіпсіз болып жүрсің, байқа балақай, байқа, деді де Нұртайға бұрылды. Нұртай оған өзінің бұларға қалай келгенін, қалай адасып кеткенін айтып берді. Атың кім? Мен Нұртаймын. Қай көшеде тұрасың? Білмеймін. Үйіңнің қай жақта екенін білесің бе? Жоқ, деді Нұртай төмен қарап. Әкеңнің фамилиясы кім? Оразов. Әкең қайда қызмет істейді? Машина жасайтын заводта. Оразов дейсің бе? Деді милиционер ойланып тұрып. Білемін. Әлгі газетке сүйретіп шыққан Оразов шығар сол. Ол жұмыссыз отыр ғой, түсінікті. Сенің үйің менің участогымда. Жүр, үйіңе апарып салайын. Екеуі көп жүрді. Біраздан соң кілең 3 қабат үйлердің тізбегі басталды. Нұртай бір сәт, әне, ана біздің үй, деп қуана дауыстап жіберді. Бұдан бұлай үйіңнен ұзап шықпа, шешеңнің тілін алатын бол, деді милиционер чес берді де өз жайына кетіп қалды. Осы күні Нұртай көшеде шешесімен бірге келе жатып, өзінің жаңа таныстарын жиі кездестіреді. Қара мұртты құрылысшы оған, Нұртай, халің жақсы ма деп өтеді. Бейтаныс жүктеуші, Нұртай, қалың қалай деп өтеді. Бейтаныс бала, мынау Нұртай ғой, амансың бе деп өтеді. Ал милиционер ағай болса, Нұртай, саламатсың ба деп қара көздері күлімдеп, оң қолын фуражкасының құңғағарына дейін көтеріп, чес беріп өтеді. Ал шешесі, бұлар кімдер деп сұрағанда Нұртай ылғи, апа, бұлар менің таныстарым, таныс адамдар деп қуанышты үнмен жауап береді. Соңы.